Сәлем достар, бүгін мен Гүлнұр сіздермен қонақ келгенде дастарханымыздың көркін келтіретін мини вупи пирожныйларының рецептісін бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сүтіміз, ұнымыз, қантымыз, жұмыртқамыз, майымыз және какаомыз бен разрыхлителімізді дайындап аламыз. Ендеше іске кірісейік. Алдын ала дайындалған жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз әппақ ақ көбіршік болу керек. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осы ретте алдын ала дайындалған сүтімізді құйып, миксермен жақсылап тағы да араластырып аламыз. Міне, енді дәл осы массамыздың үстіне електен өткізілген какао разрыхлитель және ұнымызды илеуіштің көмегімен массамыздың үстіне құйып шығамыз. Міне, ендігі кезекте миксеріміздің көмегімен масса дайындап аламыз. Міне, біздің керемет массамыз дайын болды. Енді осы массамызды кондитерлік мешогымызға бір келкі етіп салып аламыз. Тек жартысын ғана. Одан кейін пісіруге арналған формамыздың үстіне пергамент бумагасын төсеп, алдын ала кондитерлік мешокқа құйып алған массамызды домалақтап құйып шығамыз. Міне, дәл видеодағыдай құйып шықтық. Ендігі кезекте алдын ала мұздай сливкиміздің үстіне қант ұнтағын салып, миксеріміздің көмегімен қоюланғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін тоңазытқышта тұрған творожный сырымызды салып, тағы да стойкий масса болғанша жақсылап бір келкі етіп араластырып аламыз. Міне, біздің креміміз дайын. Осы ретте кондитерлік мешогымызға дайын болған кремімізді салып аламыз. Міне, біздің пирожныйларымыз дайын. Енді арасына қалауыңызша кремдеріңізді жағып, бір-біріне беттестіріп, осылай жасасаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Сау болыңыздар.